Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен Жұбай Қияш Етесқызы, ветеринария мамандығы бойынша өндірістік оқыту шеберімін. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз сіздерге буаздықты клиникалық жолмен анықтау әдістері. Буаздық мерзімі деп ұрпақтанған күннен бастап туғанға дейінгі уақытты айтады. Бұл мерзім әр малдың түлігіне қарай әртүрлі болады. Буаздық мерзімі ауытқуы мүмкін. Мысалға саулық малдарда 150 күн, 145 күн, 160 күн аралықтарында болады. Әдетте буаз мал жем шөпті тәбеті жақсы болады, мінезі жайбарақат болады, тыныш болады, бір қалыпты. Және еркек малдарға көңіл аудармайды, қайта ол еркек малдан алыстау жүруге тырысады. Клиникалық зерттеу әдістері дегеніміз буаз малды көзбен көру, қарау, сипау және тыңдау әдістері жатады оған. Буаз малды көзбен қараған кезде оның құрсағы түсіңкі болады және артқы аяғында, құрсағында, желінінде, буаздықтың соңғы айларында ісіну байқалады, құрсағы ұлғая бастайды көзбен қарағанда. Және төлдеуге жақындаған кезде оның әр жерлерінде құрсағында және аяқтарында, құрсақ қабырғаларында кішкене ісіктер пайда болады. Клиникалық зерттеу әдістерінде тыңдау әдісі, ол тыңдау әдісінде паненdoскоп және стетоскоп деген құралдар арқылы іштегі төлдің жүрек соғысын тыңдауға болады. Басқа да ішкі ағзалардың, жүректің, ішкі ағзалардың дыбыстарын тыңдауға қолданатын құралды паненdoскоп деп айтамыз. Және соғу арқылы қолменен дыбыстарын анықтаймыз, сипау арқылы дененің қызуын және оның ылғалдылығын анықтаймыз. Және дене қызуын өлшеу үшін градусник пайдаланамыз. Қазір енді біз сабағымыз буаз малдардың буаздығын анықтау болғандықтан, қазір қораға барып, ұсақ малдардың буаздығын көзбен көру, қарау және сипау арқылы анықтаймыз. Мысалға мына қой малын алатын болсақ, бұлда ұсақ малдарға жатады. Қой, ешкі ұсақ малдарға жатады. Бұлардың буаздығы бағана айтып кеткенде 150 күн, жаңа ауытқушылығы 160-145 күнге дейін барады. Міне бұның буаздығын көзбен көргенде, мысалға міне екі құрсағы төмен түсіңкі, және сатайы түсіңкі және қызарып тұр. Бұл уже декабрь, январда уже буаздық мерзімі уже 3-4 айлық. Мына жерде біз енді оның буаздығы білу үшін екі жақтан, екі қолымызбенен былай қысқанда, міне қысып екі жақтан көреміз, анықтағанда міне қолға қатты болып, мінекей қолға білініп тұр. Оны уже 3 ай, 4 ай болып қалған сұрағы осындай мезгілі. Аяқтарын ешкі малының буаздығын анықтау үшін, бұнда да жаңа қой мал сияқты екі бүйрегінен екі құрсақ қуысын көреміз. Және желінің көреміз, желіні ісіңкі. Құрсақ қуысында екі қолмен басып қарағанда, мінекей, міне қолға білініп тұр, төл, буаз, мінекей. Уже бұл бір айдың көлемінде уже буаздық мерзімі аяқталады деген. Енді жаңа қолымызбенен құрсақ қуысын екі жағынан қолымызбенен қысып көргенімізде қолымызға төлдің бар екені білінді, қаттылау болды. Енді сол төлдің жүрек соғысын қолымыздағы паненdoskоп тыңдау құралыменен көрейік енді.
төлдің жүрегінің соғысы байқалады. Осы панельдоскоп арқылы іштегі жатқан төлдің жүрегінің